Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы 2 ғана ингредиенттен тұратын миялы ыстық салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептіне лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Кәдімізді турап аламыз. Шашыйды турап аламыз. Кабачоктың кәдінің сырты қатты болса, қабығын алып тастауға болады. Қызанақтарды турап аламыз. Piyazımızı турап аламыз. Өсімдік майымызды құямыз. Томат пастамызды саламыз. Және аздап су құямыз. Томатымызды езіп жібереміз. Piyazımızı salamız. Жаңа тураған қызанақ пен кәдімізді саламыз. Оттың астын қосамыз. Отын қосып, бетін жауып, салатымыздың қайнағанын күтеміз. Мінекей, салатымыз қайнай бастады. Араластырып жібереміз. Тұзымызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Зирамызды саламыз. Астын бастырып қоямыз енді. Қатты қайнап жатыр. Енді жайытқа қоямыз. Базилик саламыз. Кориандр саламыз. Лимон бұрышын саламыз. Және де қызыл бұрыш саламыз. Лавр жапырақтарын саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Міне қайнап жатыр. Бетін жауып, қайнатып бұқтырамыз. Әбден кәдісі піскенше пісіреміз. Ара-тұра бетін ашып, астын қозғап қоямыз, жабысып қалмау үшін. Су аз болып жатса құясыздар, бірақ та суды көп құйып жібермеңіздер. Алған укропымызды тураймыз. Өте майдалап турау керек. Ақ желкенімізді майдалап тураймыз. Кинзамызды тураймыз енді. Мінекей, салатымыз, кәдіміз пісті. Отты өшіреміз. Sarımsağımızı salamız.
Жаңағы тураған көк ыстық күйінде көк шөптерімізден саламыз. Аздап алып қойғанбыз. Шөптерімізді салдық ыстық күйінде. Енді жақсылап араластырамыз. Лабыр жапырақтарын алып тастаймыз. Ыстық күйінде ыдысымызға салып аламыз. Ыстық күйінде жеген өте дәмді. Нанның үстіне салып жесе өте керемет. Кез келген тағаммен үйлесе береді. Әсіресе нан тағамдарын бетіне салып жесе өте керемет. Көк шөптерімізбен өстіп әсемдейміз. Мінекей салатымыз дайын. Өте дәмді, ерекше салат. Ыстық күйінде жесе кез келген тағамға үйлеседі.